Сәлем достар, бүгінгі видеода дәл осы құрақ түрін ең оңай жолмен құрап шығатын боламыз. Арнамды жоғалтып алмау үшін лайк басып, тіркеліп, комментарий жазып, өз достарыңызбен бөлісуге ұмытпаңыздар. Үйлесімділігіне қарай 4 түсті матаны дәл осылай түк 4 бұрышқа бөліп аламыз. 12-де 12, 10-да 10, 8-де 8, 6-да 6 және ең кішкентайы 4-те 4 см етіп түк 4 бұрышқа қиып аламыз. Дайындап алған 4 түсті матамыздың барлық тік 4 бұрыштарды дәл осылай диагоналынан сызып қиып шығамыз. Ең соңғы 4-те 4 өлшемдегі тік 4 бұрышты ғана қимаймыз, барлығын қиып шығамыз. Жалпы жұмыс барысын бастапқыда асықпай, кейін қайталанатын жерлерін жылдамдатып қойдым, сондықтан үзбей көріп шықсаңыздар барлығы түсінікті болады деген ойдамын. Барлық тік 4 бұрыштарымызды қиып алған болсақ, мінекей біріншісі, екінші, үшінші, төртінші, бесінші тік 4 бұрыштарды қимаймыз. Дәл осылай өзара қазір қосып шығатын боламыз. Кеттік. Ең кішкентай тік 4 бұрыштарымызды өзара қосып алған болсақ, мінекей жасыл түске жасылды келтіріп, ұшын тура тігістің үстіне қойып, қазір инемен түйреп қойып, барлығын дәл осылай қосып шығамыз. Мінекей. Үш бұрыштың осы бұрышы мына тігістің үстінен дәл келсе, олар тегіс жататын болады. Мінекей дәл осылай қосып шығамыз барлық үш бұрыштарды. Мінекей бірінші үш бұрышымызды тік 4 бұрыштарға қосып алған болсақ, міне жасылдың үстіне жасыл үш бұрыш, енді сарының үстіне сары үш бұрышты барлық түстерді осылай келтіріп отырып тігеміз айландырып. Видеоға мұқият болсаңыздар, барлығы түсінікті болады деген ойдамын, достар.
Дәл осы бағытта барлық құрағымызды құрап аламыз. Артық жерлерін қиып, бір түктеп алып, өзіңізге ұнаған тәсілмен қойып, барлығын біріктіріп шықсаңыз болады. Мынау менде бірінші тәсіл. Осындай барлығын бір бағытта қою арқылы әдемі көрінеді. Екіншісін барлық сарыны ортаға келтіріп, және үшінші тәсіл. Өзіңізге ұнаған тәсілді таңдап, көрпеше немесе төсек жапқыш өлшемімен құрап шықсаңыз болады. Достар, менің жасап жатқан жұмысым ұнап жатса, лайк басып, комментарий жаза отырыңыздар. Келесі әдемі видеоларымда кездескенше.